барлығымыз түгел болсақ, ашық саланы бастаймыз. Бүгінгі екі топқа бөлдік. Bir топ қабылдаушы, екінші топ тасымалдаушы. Енді топқа бөлу қазмаш программасы арқылы екі топқа мен өзім дайындап қойған бойынша ана жерге аттарымды жазып дайындап қойған. Қазір екі топқа бөлейік. Екі топқа Нұрбақыт, Әсел, Мұхаммедәли, Таразбек, Зейін, Нұрбесіп, Бекжан бір топ болып есептейді. Жой, біздің қоғамда Нұрбақыт, Әсел, Мұхаммедәли, қабылдаушы топ. Арман, орын болсын, отырады, тасымалдаушы топ орындады. Ерсұлтанұлдары Дүлнұр Сенбазағаты, Ақамалдары Асқар Кендеді. Асқар Кендеді. Ол кездеден. Ең топқа бөлім болса, бір қолымыз тасымалдаушы, екінші қолымыз қабылдаушы болып бөлінді. Екінші үй тапсырмасына келетін болды. Үй тапсырмасына капот әдісін алдым. Барлығымыз телефонды ашамыз, телефондарымызды аламыз барлығымыз. Капот әдісіне үй тапсырмасын жеке сұрауға. Үйге тапсырма вагон ағымдарын ұйымдастыру болып табылады дейміз. Google ашады оны? Google'дан аша береді. Ашық па бәріміз? Қақот деп жазып па? Қақот деп жазып па бәріміз? Кірдім. Сенде телефон. Пин-код қазір. Не алады? Пин-кодты қазір. Бәріміз кірдік па? Барлығымыз кірген болсақ, қазір пин-код шығады, пин-код арқылы. Ал пин-кодына сәңгер болады. 673 25-75. 673-25-75. Фамилия, имя. Өздерің фамилия аты жөндерін жазыңдар. Фамилия аты жөндерін жазыңдар. Қанша адам кірді? Бекжан Әминдар кірді, Ерсұлтан кірді. Сарвар кірді. Таразбек. Ол түрді ғой 673-25-75. Зей. Егер 20 секунд уақыт береді әр сұраққа. Тасымалдау, бір тасымалдау құжатымен қабылданған жүк мөлшері. Экранға қараймыз, экранда жазылған барлық несі. Асықпай, сендер телефондарында 4 бұрыш, 3 бұрыш, шеңбер сол көрдім. Шеңдардан дұрыс жауап Ерсұлтан жорында дүреген. Екінші сұрақ, арнайы вагондарға төмендегілердің қайсысы жатпайды? Арнайы вагондарға төмендегілердің қайсысы жатпайды? Арнайы вагондарға төмендегілердің қайсысы жатпайды? Жауап сіздерге отырамыз. Соңында осы стикер арқылы қайтудың жеңгенін анықтайтын боламыз. Қабылдаушы тобына бір сұрақ қойып жіберсек, жүк дегеніміз не екен білесіздер ме? Қабылдаушы тобына кім жауап береді? Жүк дегеніміз не? Қабылдаушы тобы. Әсел айтамыз, жүк дегеніміз. Жүк дегеніміз жүк вагондармен және жүк контейнерлермен тасымалданатын нысан. Белгіленген нысан. Жүктерге қандай тауарлар жатады, қандай нәрселер жатады? Шикізатта. Сосын тағы белгіленген нысан. Контейнермен не тасымалдайды? Жүк вагондармен қандай нәрселер тасымалдайды? Тасымалдайды заттар қандай берсін? Көмір. Материалдар. Өнеркәсіп материалдары.
тасымалдау Алтынкөл станциясы. жету үшін құрылған жоспар қалай жүзеге асырылмақ? Тасымалдаушылар халықаралық транзитті қай бағыттар бойынша дамытпақшы? Толығырақ транзитті Қазақстанның бүгінгі санында. Достық пен Алтынкөл станциялары арқылы биылғы жылдың алғашқы 3 айында 400-ден астам контейнерлік тасымал өткен. Бұл Қазақстан аумағымен тасымалданған контейнерлік пойыздардың 50%. Сонымен қатар Қытай-Еуропа бағдарындағы контейнерлік тасымал Бағдаршамның түрі дүниежүзілік бағдаршам. Жасында көз жасында. Көзі жасында. Жоспар үшке бөлінген жоспар, келешекке бағдарланған жоспар және ағымдағы жоспар, оперативті жоспар болып үшке бөлінетін бөлінген. Енді үй тапсырмасын жазбаңыздар, жолаушылар тасымалын. Үй тапсырмасын жолаушылар тасымалын жазбаға толық және біздердің жолаушылар тасымалдау жоспары қанша келешекке бағдарланған жоспар, ағымдағы жоспар. Халықаралық тасымалдау жаңағы жүк құжаттары қандай? Халықаралық тасымалдауда және мемлекет ішілік жоспарлау, жүк тасымалдаусын жоспарлау тапсырмасы бойынша. Станция. Жүк вагондары. Ашық вагон. Жабын вагон. Система.
Класска, купе. Темір жол туралы сөздер айтасыздар, темір сөздер. Ең соңында әрпі қалады ғой. Темір жол дегенде Л келетін болса, ең соңында локомотив. Одан кейін В сөздер. Қабылдаушы дейді. Қабылдаушы дейді. Дауыстық сигнал бар, сол Ысқырып, мат. Қ. Қ. Ең соңында бір стикер бар, екі жақта да болады. 3 секунд қой, 5 секунд қой. Қ. Ең соңғы. Қайталап Шпал. Локомотив. Мам дейді. Надан бар ғой, нысан десек болады. Нысан енді болмайды ғой. Қайтып саған Натур парады. Қандай? Натур парады. Параға ма? Натур парады. Натур парады бар. Натур параға. парағы дейді. Бір. Натур дей салайық па? Натур тур ма? Рез. Мягкий знак. Сигнал. Локомотив. Bir, iki, Универсал. Кім ештеңе жазу үй тапсырмасына жақсылап дайындалып келеміз. Жақсы